Енді мына софаларға келетін болсақ, Сабат Лажизінде әулиелердің кереметлерінің хақлығы баян дейді. Әулиелердің кереметін баян. Бұл да бар ғой, бір бізге керек нәрсе, өте керек нәрсе. Ақидада бірақ сөзбен келеді. Караматлу алей хаққун дейді болды. Әулиелердің кереметі хақ. Сол бірақ ауыз сөз. Бірақ енді ол бізге не үшін керек сол керемет? Ақидада караматлу алей хаққун деп не үшін керек десе, кітапта жазады. Негізі осы кереметтің Алла тағаланың не үшін мұсылмандарға Алла тағала керемет берген? Пайғамбарлар, соңғы пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Одан кейін пайғамбарлық тоқтады. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның үмметінен шыққан адамдар керемет көрсетеді. Керемет ол хақта біз иман келтіреміз. Бұндай керемет берудің мақсаты не? Бізде кітапта жазады. Тобиярдың хақтығы ол матбуғдың хақтығы дейді. Яғни ерушінің біреудің артынан ерген адамның хақиқат екендігі. Сол еріліп атқан заттың хақлығын көрсетеді. Шындығын көрсетеді, рас екендігін көрсетеді. Біз үмбеттен сондай керемет шықса, демек осы жолда жүрген кімнің жолында жүрміз? Мұхаммед пайғамбардың жолында жүрміз. Кереметтен шығу мақсат сол пайғамбардың хақтығын дәлелдеу үшін керек. Пайғамбардың хақтығын дәлелдеу үшін. Бұл кереметтер туралы кітаптар өте көп. Әрбір мысалға қаншама машайықтардың, қаншама ишандардың, қаншама әулиелердің кереметтері жазды. Тазкиратул әулия деген кітап бар. Тазкиратул әулия деген. Сол Тазкиратул әулияда өңшең замандағы әулиелерді жинап, соның ішінде өте керемет кітап. Әрбір көрсеткен кереметтерін жазады соның ішінде. Ол керемет бұл заманда да бар әулие адамдар. Әулие еш уақытта үзілмейді. Не үшін керек қызметтері? Біріншіден, сол ислам дінінің Мұхаммед пайғамбардың шариғатының хақ екендігін көрсету үшін. Екіншіден, дінге мойынсұнбай атқан мысалы мұғжизаны не үшін көрсетті Расулуллах? Пайғамбарлар, басқа да пайғамбарлар. Қауым пайғамбарға сенбей жатыр. Дәлелді пайғамбарлығында. Салих пайғамбарға тастан түйе шығарды. Түйе шықсын да тусын деді. Ибраһим пайғамбар алейхиссаламды отқа тастап еді, жанбады. Ішінде отыр, ішінде бақ болып тұрды. Иса пайғамбар өлген адамдар тірілте алатын болды. Мұса пайғамбардың қасиетті асасы болды. Тастаса жылан болып, айдаға болып, сиқыршылардың сиқырын жұтты. Осының барлығы не үшін керек болды? Осының барлығы Ніл өзенін ұрып еді, таяғыменен Ніл өзенін қақ бөлінді. Мұсылмандар артынан еріп жүріп кетті. Табаны кетті, өзеннің табаны. Осының барлығы сол пайғамбардың хақ Алла тағаланың пайғамбар екендігін көрсету үшін керек болды. Сөздің сол заманда мүшриктер де мысалға пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға сенбей мұғжиза талап еткендер болды. Пайғамбар саллаллаху мұғжиза көрсетті. Аспанды жарды. Айды жарды деген кешесіз. Айды жарды мысалға. Ол бір қызмет. Осы заманда да қыңырлар шығады мысалға. Спорт етіп, не қылатын тартысатын, қасарысып тұрып алатын. Сондай адамдарға да бір кездесетінден кездессе, кереметін көрсетіп, ондай да заман адамдар бар. Көрсетіп, заманда сондай адамдар шығып тұрады өзі. Дінді мойындағысы келмей, тыңдағысы келмей. Соларды да әлсіз қылу үшін керемет соларға көрсету керек болады. Керемет иелері бар. Керемет иелері бар. Ол қазір заманда да бар. Біз соған бізде сенуіміз керекпіз. Екінші жағынан иманды күшейту үшін керек. Иманды күшейту үшін керек. Мысалы, Ибраһим алейхиссалам Құранның бәрі бекерден жазылмайды ғой. Алла тағала өлген адамды қалай тірілтесің? Бұл көрсетші, менің тірілтерімді сенбей тұрсың ба сен? Сенемін, бірақ иманды күшейтуім керек дейді. Сол маған. Төрт құсты жарып, төрт құсты шауып, төрт төбеге тастап, шақырсаң келеді деген оқиғаны білесіз. Сонда не үшін? Иманын күшейту үшін. Расулullah саллаллаху алейхи ва саллям, сахабалар Расулullah саллаллаху пайғамбарлығына сенбеді ме? Сенді. Саусағынан ыдысқа бүйтіп тұрған қызы, саусағынан су ағып тұрды, бүкіл әскер сол ыдыстан су ішті.
Ондай пайғамбардың саусағынан су ішіп тұрсаң, жаныңды бересің ғой кісінің жолына. Шөл әскерге келеді, су жоқ. Бәрін тұрағаңдар деп пиалайды ұстап, кесені ұстап, ұстаған кезде саусағынан су аққан. Сахабалардың бәрі саусағының аққан кесені ішіп тұрған, кәдімгі краннан ағып тұрған сияқты болды. Кезекпенен тұрып, бәрі сол кеседен ішіп тұрған. Онда пайғамбарды көрсең, оның жолында жан пайда ғой. Көзіңмен көріп тұрсаң, жан пайда ғой. Ол адамға деген, Алланың бар екен, хақ екен мынау. Мынандай керемет көрген деген адам өзі не болып қалады ғой? Иман күшейіп, осы кісінің жолында өлсем, өліппін де дейді ғой. Түсінесіздер ме? Не үшін керек кейін? Қазіргі заманда көп адамдар колебация етеді, сенбейді соған. Кереметке сенбейді. Сказка айтып отырсың болды. Ертек айтып отырсың. Сол үшін бұл керемет, бұл мұсылманның бір құралы. Ислам дінінің бір құралы. Ислам дінін күшейтетін нәрсе. Ал керемет кім көрсетеді? Әулие көрсетеді. Әулие болу керек. Әулие дегенде ол бір біздегі әулие дегенде волшебник деген сөз емес. Уәлиун деген сөз дос деген сөз. Валиуллах деген сөз Алланың досы деген сөз. Ол ибадатпенен, құлшылықпенен, пәктікпенен, тақуалықпенен, жаңағы өзекті айтпақшы пархискор дейді, өзінің таза ұстауменен сондай дәрежеге жетеді. Алла тағала оған сый береді. Қандай да бір қасиет береді. Сол қасиетіменен ол басқа адамға таңғалдырады. Мысалға. Оған екінің бірі жетпейді оған. Екінің бірі жетпейді оған. Алланың таңдауы бар. Уәлиун деген сөз Алланың досы. Алланың досы болғанына не жетсін? Алланың досы болғанына не жетсін? Оған шариғаттан шықпай жүруменен бар. Сол үшін бұл жаңа жердегі әулие мәселесі ақидадағы да бір үлкен керемет мәселе. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ерур барха карамат әулиеден айнаяттыр. Вәлилерге Xudodan. Karamat xoriq odat erur ism. Bilibdir xoriq odat necha qism. Bo'libdir xoriq odat necha qism. Ya'ni erur barhaq karamat әулиеден. Әулиелердің керемет көрсетуі хақ. Міне. Бұл карамат вәли хақпын деп келеді ақидада. Айнаяттыр вәлилерге Xudodan. Бұл Алланың берген жәрдемі. Сол вәлилерге берген жәрдемі. Ол бір Алла тағалаға сүйікті құл болып қалды. Алла тағалаға бір ибадатымен, құлшылығымен, пәктігімен, шариғаттан шықпағандығымен Алла тағалаға дос болып қалды. Сол достығына Алла тағала оған керемет сыйлады. Бір қасиет. Карамат хорық адат ерур ісім. Енді карамат деген не? Хорықул адат дейді. Кәдімгі хорикун деген негізі жыртушы деген сөз. Адат әдетті, адамның әдетіндегі нәрсені жыртушы деген сөз. Хорықул адат адамның әдетінен сырт, адамның қолынан келмейтін нәрсе. Адам деген нәрсе оны істемейді. Адам болған нәрсе оны істемейді. Сол адамның қолынан келмейтін нәрсені істеуді керемет дейді. Сіз жоқ, былайшылығымызда мүмкін емес оны істеу. Бірақ ол соны істейді. Сондай нәрсені Алла тағала берген осындай қасиетін керемет дейді. Болыпты хорық адат не жақсын. Бірақ адамның қолынан келмейтін нәрсені істеу неше түр, бірнеше қысым болады. Соны енді ажыратып алу керек болады. Нәбиден хорық адатына тайын деділер мұғжиза толы білдейін. Пайғамбардан әдет адамның қолынан келмейтін бір іс істелсе, хорық адат әдеттен сырт бір іс істелсе, оны мұғжиза дейді, оны бәріміз білеміз. Пайғамбарлар мұғжиза көрсетеді. Нәбиден хорық адатына тайын, анық, яғни дайын нәбиден болған әдеттен сырт істі мұғжиза дейді. Ей толы білдейін, ей дін іздеуші адам, дінге қызығушы адам, соны пайғамбардан көрсеткен хорық адат істі, әдеттен сырт болған істі мұғжиза дейді. Нұбуаттен бұрын деділер ирхас. Мұны білсең керектір айюханнас. Енді пайғамбарлық кемей тұрып көрсеткен бір ісі болса, пайғамбар болмай тұрып, алдында сол пайғамбарлық кемей тұрып істеген істі ирхас дейді. Ирхас дейді. Демек, пайғамбар болғаннан кейін көрсеткен істі мұғжиза дейді.
пайғамбар болмай тұрып істеген тірліктер де хас дейді. Мысалға, мөжиза негізінде пайғамбар өзінің заманында көрсетті, пайғамбар кеткеннен кейін ол мөжиза да кетеді. Пайғамбар саллаллаху уақытында мөжизат көрсетті, ал пайғамбарымыздың бір мөжизасы қияметке шейін қалды дейді. Ол қай мөжиза десе, ол Құран. Құран Кәрим бұл пайғамбардың пайғамбар екендігін дәлелдейтін ең үлкен мөжиза. Неге ондай дейміз десек, мөжиза заманында сол қауымға байланысты түскен. Сол қауымда не нәрсе ушығып тұрса, не нәрсе белең алып тұрса, сол нәрсені Алла тағала көрсететін болды. Мысалға, Мұса пайғамбардың дәуірінде, Мұса алейхиссалам дәуірінде сиқыргерлік белең алған. Елдің бәрі сиқырмен айналысып кеткен екен. Өңшең жаңағыдай сиқыршы, бәле-батыр сондайлар көбейіп кеткен. Содан кейін ғой анау Фирғауын Мұсаға қарсы сиқыршылар да келді. Сол жердегі ең бір ушығып тұрған нәрсе сиқыршылар еді. Сол сиқырды жоятын нәрсені істеу керек болды. Алла тағала Мұса пайғамбарға алейхиссаламға не берді да, жаңағы таяқ берді да, соған сиқырын бәрін жұтып жіберді. Таяғы, оқиғаны білесіздер. Иса пайғамбардың заманында не дамыған еді? Иса пайғамбардың заманында медицина, тиббият дамыған еді дейді. Қатты дамыған. Елдің бәрі немен айналысып кеткен жаңағы, тиббиятпен, медицинамен. Ауруларды емдеп, көп аурулардың емін тауып, көп ауруларға шипа тауып. Сонда дейді, сол табылмай жүрген аурулардың бірі дейді, алапесет дейді. Алапесет дейді. И өлген адамды тірілтіру, сол бір көздеп жүрген жаңағы сол замандағы медиктердің, сол замандағы табиптердің осы адамды тірілтсе бола ма екен, осы адам тірілтсе бола ма екен деп ойландырып жүрген проблемасы, мәселесі сол еді дейді. Алла тағала ол кісіге не берді? Алапесті жазуды берді. Содан кейін жаңағы көз соқыр адамның көзін ашу қасиетін берді Иса пайғамбарға. И өлген адамды тірілтіп сөйлестіре алатын болды. Сонымен олардың пайғамбарлығын дәлелдеді Иса пайғамбар. Ал енді Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам заманында Құран келді. Құран ақыр заманға шейін мөжиза дейді. Бұл ақыр заманға шейін Алланың кәлімі екендігі, пайғамбардың хақ екендігі дәлелденіп келеді. Бұл Құран қандай мөжиза десе, ендігі халықтың ден қойғаны ғылым болады. Елдер, бүкіл халық, жаратылыс ғылымға ден қойып, ғылымның жаңа жердегі сондай шыңына шығады, барлық ғылым тармақ болып кең тарайды. Қазір соның куәсі болып отырмыз. Соңғы жылдары, мысалға мынау 80-нен бері қарай, өте қатты. Мынау 19 ғасырда атомный энергетика, химия, физика, соның барлық соншалық белең алды. Қазір мынау компьютер, соткамыз айына өзгереді ғой. Модельдері айына өзгереді. Роботтар шығып жатыр қазір, неше түрлі. Түсінесіздер ме? Ғылым соншалықты дамыды. Енді бір мөжиза Құран, сол ғылым айланып келіп, Құранның қазір көріп жатсыздар ғой. Құранның ішінде ғылым тауып жатқан нәрселер Құраннан 1500 жыл бұрын айтылып болған оқиғалар. Бұл мөжиза Алланың хақ сөзі екендігі о заманда Расулullah саллаллаху қаяқтан білді оны? Сол үшін бұл да бұл мөжиза, Құранның үлкен мөжиза. Сол үшін мөжиза деген сөз әлі де Құранның Құда қаласа сырлары ашылады. Просто біздер Құранды бастан аяқ оқымаймыз ғой. Бастан аяқ оқып шықса, адам Құдайдың кереметін көреді содан. Кімдер, қаншама христиан ғалымдары сол Құранды оқып шығам деп мұсылман болып кетіп жатыр ғой. Қате табам деп, әшейін оқып шығайын, танысып шығайын деп, сонымен ақ мұсылман болып кетіп жатыр. Экономистер оқиды, экономика жағынан қарайды, таң қалады, мұсылман болып кетіп жатыр. Ютубта көп ондай видеолар. Физиктер оқиды, бір нәрсесін тауып алады, таң қалады. Химиктер оқиды, бір нәрсесін тауып алады. Биологтар оқиды, эмбрион оқиды, тауып алады, сондай. Міне мөжиза туралы айтып жатырмын еді. Ары қарай кеттік. Пайғамбардан бұрын келген нәрсе не хас дейді. Расул саллаллаху алейхи пайғамбар болмай тұрғанда көп оқиғалар бастан өткен. Халима анамыз асырап алған кезде үйінде сондай береке болып кеткен. Бір пайғамбар саллаллаху алейхи жас кезінде балалармен ойнап жүрген кезде
балалармен ойнап жүрген бір оқиға болған екен. Жағы қурап қалған жүзім дейді. Уже қурап қалған жүзім. Табан астында жағы жасыл болып гүлдеп, табан астында гүлдеп, жапырақ салып, жүзім салып, піскен. Жағы ойнап жүрген Расулullah балалармен, мен жүзім жейміз, жүзім жегенбіз. Мына кітапта. Сонда оқиға. Балалық шағында. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Халима анамызбен жүрген кезде, жағы ойнап жүрген кезде, жүзім гүлдеп, табан астында жүзім салып, бір жылда болатын нәрсені какой-то бір жарты сағаттың ішінде істеп, Расулullah жүрген қара жүзімді бәрі балалар ойнап жеген дейді. Бұл осындай нәрсені ирхас дейді. Осындай нәрсені ирхас. Бұл төбесінде, бұл жүрген өткенде сабақта да айтылды ғой бәрі. Енді нұбуаттан бұны айттық. Агар сол кішіден болса харгоқ, карамат деп болур бешак ва ашпақ. Егер солих, мұсылман бір солих кісіден бір сондай бір іс пайда көрінсе, мұсылман адамнан ондай іс көрінсе, бір таңғалатындай, әдеттегі адам істемейтіндей бір іс көрінсе, карамат деп болур бешак ва ашпақ. Оны керемет дейді. Оны керемет. Енді біздер кереметке не дәлел келтіреміз? Кереметке дәлел жаңағы айтады, Құранда аят бар. Жаңағы Сүлеймен пайғамбар алейхиссаламның оқиғасы. Билқистің тақтын кім әкеледі? Билқистің тағын кім әкеледі? Ойбу, тағын кім әкеледі? Деген кезде Ифрит деген жын тұрақта айтады, мен әкелемін дейді. Қанша уақытта келесің? Орнынан тұрып отырғанша келем деген жаңа айтады. Одан да жылдам әкелетін жоқ па десе, қасындағы адам уәзірі Асифи кім? Асиф ибн Бархая деген аты тәфсирде келді. Асиф ибн Бархая деген кісі рұқсат берсеңіз мен әкелейін дейді. Асиф ибн Бархая. Сіз қанша уақыт алып келесіз десе, көзіңізді жұмып ашқанша алып келеді. Көзін жұмып ашқанша. Құранда осы оқиға келген. Не үшін Құранда бұл оқиғаны келтірген десе, бұл хикматы ғалымдар айтады. Егер де бір хадисте келсе, егер де бір басқа бір хадисте келсе, ол бір сахих емес еді, руаят әлсіз екен, иснад әлсіз екен, ол бір мутаватир емес екен, мұндай екен, мұндай екен деп, жаңа мойындағысы келмегендер бір нәрсені табады айтыр. Бір нәрсені табады. Құраннан келгеннен кейін ләж жоқ. Алла тағаланың бір хикматы, осы даналығы, Құранда жаңа жерде осы сүйікті құлдарын керемет көрсетеді. Болмаса пайғамбардың өзі, Расулullah пайғамбар алейхиссаламның өзі тұрып, я Алла тағала Билқистің тағын ақ бер деп айтса болмас па? Алла тағала бізге тәлім беріп жатыр сол жерде, көрсетіп жатыр. Пайғамбар тұрып, жәнінде уәли керемет көрсетіп жатыр. Пайғамбар тұрып, қасында уәли керемет көрсетіп жатыр. Енді сахабалардың да кереметтері бар ғой, қаншама бар. Жаңағы Құрандық біз нені дәлел қыламыз дегенге айтып жатыр. Ол неоспоримый, ол ешқандай неоспоримый дәлел ғой, Құранда оқиға баян етіліп тұр. Түсінсіз ме? Көзді ашып жұмғанша алып келу деген нәрсе ол ақылға сыймайтын нәрсе ғой. Мысалға, алысқа ұзамай-ақ қой, тараздағы тақты көзді ашып жұмғанша Қаратауға жеткіз десе, ақылға сыймай ол. Оны ешқандай технология істемейді. Мысалға, қазір заманда ешқандай технология. Ал ол кісі, жаңағы кісі соны пайғамбар не істеп жатыр? Кім әкеліп жатыр? Кім істеп жатыр? Жаңағы істеп жатыр. Осыны біздер дәлел қыламыз. Осы нәрсені салих пенделерден сондай нәрсе орын алса, оны біздер керемет дейміз. Оны біздер керемет дейміз. Көрінсе бір ауам өмен кішіден, маунат тұр ұшалайған кішіден. Енді бір ауам жалпы халықтан бір сондай нәрсе көрініп қалса, ауам деген жалпы халықтан, қарапайым халықтан сондай нәрсе көрсетіп қалса, маунат тұр ұшалайған кіші. Ол адамға Алланың берген бір жәрдемі, маунаты ол. Маунат деген Құдайдың бір жәрдемі. Құдай бір құлына жәрдем, хидаятқа сақ болғысы келгеннен кейін, жәрдем бергісі келгеннен кейін соны көрсетеді. Енді айтып жатыр, бір адам жаңағы қарапайым мұсылман адам жаңағыдай бір нәрсе оған көрінсе, бір керемет көрінсе,
соны бір иманын күшейту үшін, немесе ол бір адасып бара жатқан болса, соны тура жолға қайтару үшін сондай нәрсе оған көрсетіледі дейді. Алланың бір жәрдемі ол, қайта ананы не қылып қалайын деген. Жаңағы қайтарып қалайын деген. Түсінесің? Алланың бір жәрдемі. Бір оқиға болды. Вокзалдағы Таразда түнгі сағат 12-1-де пойызға жүретін болдық. Сонымен перронда тұрмыз. Сөйтіп екі, айтпай қойын, фитна шығып кетпесін айтпайды. Екі ғайриддин үгіт насихат жасап жүр. Басқа христиан дінінің өкілі үгіт насихат жасап, түнде бір мұсылман адамды үгіттеп отыр. Ертең ақырет келеді, аннан мұндай деп. Сөйтіп тұрған кезде ана мұсылман адам тұр. Екеуі ананы үгіттеп отыр. Біздің дінге кіріңіз, біздің дінге кіріңіз деп. Сол жерде куә болып қалып бұл нәрсеге. Бір кезде ананың төбесіне бір нәрсе көрінді де, ана екеуі смотри, смотри деп ананың төбесіне бір нәрсе көрінді де, бұрылып алды, безді. Таң қалды анаға. Өзі көрді. Не көрді? Оның төбесінде ана екеуіне көрінді, бізге көрінген жоқ, сол екеуіне көрінді. Ананың үстінде бір нәрсе тұр, ананың үстінде бір нәрсе, ойбай қашты да, жаңа мұсылманның төбесінде бізге көрінген жоқ, соны ана екеуі айқайлап тұр, безді. Алланың ол мағунаты, ананы имансыз қылмайын деген Құдайдың бір Құраны ғой. Мен соған таң қалдым. Түсінесің бе? Бұны мағунат дейді. Алланың бір жәрдемі. Ананы екеуі азғырып діннен бұрайын деп тұр еді, Құдай тағала олардың көзіне ананы көрсетті. Болмаса ол кісінің ешқандай бір әулиелігі жоқ. Оны Алла тағала иманнан айырмайын деп, ана екеуін безді жіберді. Сондай нәрсені мағунат дейді. Енді әгер көрсетсе, мұнда кофір инсан, ол истездіра жеруір, монаны шайтан. Егер бір кәпір адам сондай бір істеді көрсетсе, жаңа біз айтпақшы, необыкновенный нәрсеге көрсетсе, ғарықлы адат. Истездіраж деп айтады оны. Монаны шайтан көрсеткенде. Шайтан да көрсеткен ол нәрсе. Сонда біз шайтанға да ілесіп кете көріміз керек па? Ол нәрсені көрсеткенде. Шайтан не істеген? Бір адамның, ана адамның кейпіне, мына адамның кейпіне келе алады. Мағриптан машрикқа бір демде азығы үшін күн шығыста тұр, күн батысқа. Күн батыста тұр, күн шығысқа. Бір лезде келе алады. Өшіде отырып, бізді азығы батып, бір демде барып Америкада, Вашингтонда біреуді азығы алады. Бір моментте. Құдайдың дұшпаны Алла тағала сондай оған не беріп қойған. Бұндай нәрселерді адамда да сондай көрсетеді. Баяғыда бір не деген шыққан? Дэвид Коферфилд деген бар. Коферфилд деген біреу шыққан. Ол соны 80-ің аяқ 90-шы жылдары. Самолетті жоққа жіберіп, Құдай сақтай қолын кісендеп, жәшік сақ болса, ішінен шығып кетіп, сондай нәрсені жоқ қылам, бүйтем, сөйтем деп бір естігенімді енді рас өтірігін білмей, Кағбаны жоқ қылам деген кезде парализовать етіп қалды деп естідім, рас өтірігін. Мен елден естігенде. Сонда мысалға соның көрсетіп отқан нәрселер не десе, оны истидрач дейді. Оны Фирғауын да көрсеткен. Истидрачты. Ол не десе, Алла тағала сол құлына жаңағыдай нәрсені береді да, бірақ ақыретте соның есебінен азабын еселейді. Бір күні Фирғауын кітапта жазады, Фирғауын бүйтеді екен. Мойнына шынжырлап, үстін кісендеп, құлдарына айтады екен, мені кісендіңді деп. Сөйтіп кісендеп, екі қолын бәрін байлаттырып, жаңағы жатады екен да, я Алла, сенің бар екеніңді мен білем. Өзімнің Құдай емес екенімді де мен білем. Бірақ елге айтып қойдым ғой мен мынаны. Мені шәрманда қылма. Осы маған бір не бер, қасиет бер, мен ел таңғалдырайын. Алдыға барған кезде не істесің осы деп сөйтіп жалынады екен. Сөйтіп өзі де адасты, өзгені де адасты. Қаншама. Сөйтіп жалынады дейді. Сол сияқты бұл нәрселер истидраж деп аталады. Алла тағала бұл дүниеде береді де ақыретін күйдіреді. Дозақта азабын еселейді. Ондай нәрседен сақ болу керек. Міне осындай жаңағы нәрселер. Сонда муъжиза, ирхас, керемет, мағунат, истидрач. Адамның
адамнан күтілмеген нәрселерді істеуді осындай 5 категория бар. Сондағы бізге рұқсат етілгені жаңағы жерде не ғой жаңағы истидраж болмау керек. Түсіндіңіз ғой? Маужиза, керемет, ирхас пайғамбарлардан болса и мағлұмат. Енді керемет әулиеден болады деп жатыр. Енді әулие кім? Әулие кім? Уәли ол арифуллах болса, яман іштен қолы көтақ болса. Енді сұрақ, мақұл, керемет әулие көрсеткен. Енді кімді әулие дейміз? Кімді әулие дейміз? Әрқайсысын әулие дей береміз бе? Деген сұрақ болды. Дэвид Копперфильдті де әулие дейміз бе? Деген сияқты ғой. Уәли ол арифи биллах болса, әулие бірінші Алланы таныған болады. Ол Алланы таныған болады. Ақидасы, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ақидасына Алланы таныған ақидасына сәйкес болады. Яман іштен қолы көтақ бар. Қолы жаман іске бармайды. Көтақтан кесілген болады. Жаман істен қолы кесілген болады. Одан жаман іс көрмейсіз. Но шариғатқа сәйкес емес, іс көрмейді одан. Қараған кезде. Егер бір шариғатқа қарсы іс көрінсе, болды, ол әулие емес. Керек десеңіз, талап сондай күшті, мұстахаб тәрк қылғанның өзі де ол әулие емес дейді. Біз сүннәтті оқымай жүрміз ғой. Түсінесіздер ме? Мұстахаб тәрк қылса, ол әулие емес дейді. Сол үшін біздер тәрк сүннәт, тәрк мұстахаб жасамау керек. Түсінесіздер ме? Мұстахаб тәрк қылса, шариғатқа сәйкес күнә істеген былай тұрсын. Мұстахабқа немұрайлы қараса, ол әулие емес дейді. Түсінесіздер ме? Демек, біздер сол Аллаға дос болу үшін мұстахаб пен сүннатқа да мекен болуымыз керек. Мықты болуымыз керек. Не қойшы, парыз емес, сүннат емес, парыз емес қой, уәжіп емес қой. Дегендей отношение болмайды, қарым-қатынас болмайды. Сол үшін одан жаман іс көрмеу керек. Ауамырны хамеша қылса ол құл, тақи қылма дегенні қылмаса ол. Енді ауамыр деген сөз Алланың бұйрықтарыны, пайғамбардың бұйрықтарыны хамеша қылса ол құл. Үзбей сол Алланың әміріні парыздар ғой. Біреуінде қалдырмай, Алланың әмірін, пайғамбардың әмірін қалдырмай істесе ол құл. Тақи қылса дегенді, қылма дегенді қылмаса ол. Және Аллаға қылма деген нәрсені қылмау керек ол. Істе деген нәрсені істеу керек, шариғат істе деген нәрсені, істеме деген нәрсені істемеу керек. Егер одан ношараи бір шариғатта тыйым салынған бір нәрсе көрінді ме, бітті ол әулие емес. Түсіндіңіз бе? Уәлиді ажыратудың айтып жатыр. Тақи ләззат білән шахваттан ейор, фуру хам кетмәсә ол яқшы кардор. Тағы ләззат пен шахватқа ол адам бір қадамда бір неде кетпеу керек. Демек ол өзінің нәпсіне, ләззатқа, рахатқа не адам болмау керек. Жаңағы бейім адам болмау керек. Түсінесіздер ме? Рахат өмір сүруге, ләззат өмір сүруге болмау керек. Мысалға, ұйықтағанды жақсы көрсе, ол көп ұйықтап алайын деп. Әулиеге болмайды. Ол түніменен тағажүд ибадатта болу керек, күніменен резатта болу керек, түніменен ибадат құлшылықта болу керек. Азында бамбақ намаз әрең тұрса, ол қалай әулие болады? Түнде тағажүд, қиямул ләйл жасамаса ол. Сол үшін ол жаңа жердегі ләззат шахватқа берілмейді. Тойып жеген, тойып ішуді. Шахват ләззат деген не айтып отыр? Соны айтып отыр. Былайша айтқанда, орысша айтқанда, роскошный жизнь дейді ғой жаңағы. Бір керемет өмір сүруге оны құш тартпайды ол кісі онда. Құмар емес онда. Ләззатты өмір сүру, шахватқа берілу, ол кісіге лайық емес ол. Гүлстанда бір оқиға келеді. Жаңағы. Кішкене есіме түсіп кетті де жаңағы. Бір әулие зат бар екен, бір патшаның несінде, мемлекетінде. Сол жаңағы не қыпты? Патша ойланып отырды, бір Аллаға жағу үшін, осы замандағы бір сүйген уәлиін тауып алып, соған жағдайын жасап, сөйтіп соның дұғасын алсам шіркін деп ойлапты да, іздеңді депті. Сонымен бүкіл ел сол әулие іздепті.
Сөйтіп бір ауылдан, бір айдалада адам тұрмайтын жерде өмір сүруге жағдай өте нашар. Бір жерде суда нашар сияқты сондай ішіп жеуді табу қиын бір әулие кісі бар екен. Өзі бір орта жаста, жігіт жастан өткен, бірақ қартая қоймаған сондай жаста екен. Соның бір әулиелігін елдер айтады ғой, бір әулиелігі бар осының, бір несі бар деп. Естіп, сұрай, жаңағы кепті соған. Сөйтіп, сізді хан шақырып жатыр. Жүріңіз деп, ертіп бақты. Сөйтіп, әулиелігін әкеп, елдің бәрі рас па? Рас. Әулиелігі бар ма? Әулиелігі бар болсын деп. Қандай жағдайда өмір сүреді екен? Ойбай, айдалада өмір сүреді. Адам тұратын жер емес. Ит байлап қойса тұрмайды ана жерде. Не ішетін суға жарымайды, не жейтін тамаққа жарымайды. Қандай да бір қалай тұрып жатқан жерімізді таңғаламыз біз. Осының жағдай жасайықшы. Бұған бар ғой, жақсылап біліп қасырсаңдар. Ішіне дүниеге толтырыңдар. Тамақтан қам жемесін. Ішіп жемнен қам жемесін. Үйінде үстінде киімін жаман екен, киімін жөндеңдер. Деп бүкіл хан алаған бүкіл жағдайын жасапты. Сөйтіп жаңа әулиені әкелген ғой жаңа. Бір айдан кейін ба, 2 айдан кейін ба, ішіне жаңағы қызметші қыздарды жіберіп қойған. Жаңағы прислуга дейміз бе, қызымен. Анау толып себіріп апты дейді, бір айдан кейін баса дейді. Баяғы қасиет жоқ дейді, әулиелігі жоқ дейді. Сөйтіп қарса баяғы адам жоқ дейді. Баяғы бір құдай берген қасиет жоқ дейді ода. Андай қайда, мындай қайда. Сөз гүлсін дейді. Әулиелік ол барлықпенен, жаңағыдай шахватпенен, ләззетпенен келмейді. Анаған сол нәрсені берген кезде әулиелік кетіп қалған. Ол сол қиыншылықта түнде қарны ашып, содан оянып, шұғылдап, намаз оқыр еді ол. Тойып жемегеннен кейін ұйқысы қашып, зікірде болар еді ол. Мына жаққа келіп жағдайын бәрін жасап еді, тойып алып, түнде ұйықтап, сол бедел әулиелік кетіп қалды. Гүлстанда сондай оқиға келеді. Сол үшін айтады да, жаңағы риязатсыз, маңдай тер төкпей, әрекет жасамай, жаңа жердегі әулиелік келмейді адамға. Түсінесің бе? Сол сияқты денсаулықта тура сондай ғой. Әулиелікті қоя қойықшы, денсаулықта осылай. Ауру неден дейді? Ауру астан. Жей берсеңіз, семіре бересіз. Шариғат не дейді? Аз жеңіз, тез жеңіз өзіңізді, диета ұстаңыз, ораза ұстаңыз, асқазаныңыз 3-тен 1 болсын. Бір бөлігі ауа, бір бөлігі су, бір бөлігі тамақ. Тамақ аз болсын деген сияқты мәселе, соның өзі риязат қой мысаға. Соның өзі риязат қой. Дұрыс па? Жаңағы, ибадатқа, бұның бәрі не үшін айтылады? Адам көп жесе ұйқыбас болады. Ұйқыбас болғаннан жатып ұйықтай береді. Ибадатқа сүс болады. Құлшылыққа сүс болады. Сол үшін шариғат соны айтады. Аз ұйықтап, аз жеңдер деген. Шариғатта көп ұйықтауменен көп тамағы жеу мақұлданбайды. Аш құрсақ жүру керек. Медицина да соны айтады. Шариғаттың айтқанын айтады. Шариғат деп айтпаса да, бәрібір шариғаттың айтқаны. Аш құрсақ тойып жемей, аз ұйықтау керек болды. Мысалға да, сонда адам дінге жақын болады. Тойып ұйықтаған адам, тойып жеген көп ұйықтайды. Содан кейін діннен ұзақ болады. Ибадаттан ұзақ болғаннан кейін, Алла тағала оны жақындатпайды өзіне. Сонда мына жаңағы бір неден шығып ғой, тағи ләззат білән шахваттан ейор, фурухан кетмесе ол яхшы кардор. Ләззат білән шахватқа бір қадамда ол жақын болмайды. Бір қадамда жақын болмайды. Демек, адам риязатта болу керек. Адам өзінің үстінен жұмыс істеу керек. Аллаға дос болсын. Бұл тарифлар, бұл тарифларға болса лайық, кіші болса лайық, валидур, ол ақиқатқа муафиқ. Осы аталған анықтамаға, берген определенияға, анықтамаға адам лайық болса, валидур ол ақиқатқа муафиқ. Сол адам ақидаға сәйкес вали сол болады. Соның көрсеткені керемет болады. Ал егер оның не намаз жоқ, не оразасы жоқ, не мұстахабқа, не сүннатқа не емес, берік емес, шариғаттың тыйымдарынан тыйынмаса, ләззат пен шахуатқа берілген болса,
Оның көрсеткен барлығы истидрач. Мағлұмат демес, бихас демес, ой жаңағы не демес, керемет демес, сондай нәрсе. Шариғатсыз кіші ұшса хауаға, көңіл берме әніндік пут намаға. Шариғатсыз бір адам аспанға ұшатын болса, көңіл берме ондай жаман іске. Пут намаға деген шыбынның ұшқанына дейді. Бұл не үшін айтылып жатыр? Осы заманда бар ұшатын адамдар. Осы бір топ адамдар бар екен, олар бір ауылдан бір ауылға жүріп бармайды екен, ұшып барады екен. Мына ауылдан мына ауылға ұшып барады. Қайтада ұшып келеді. Соған сенесіздер ме? Қалай? Айтайын қалай екен. Жаңағы бір күні бір кісі келді осы жерде мешітке. Йогаға қатысады екен, йог. Естігенсіздер ме? Йогтың упражнениялары бар. Сол маған сұрақ қойды. Мен айтпай ақ қояйын кім екен. Мен дейді Астанада бар, бәленше уақыт тұрдым дейді, иә. Осы Қаратордың адамы. Сөйтіп, сол уақытта бір тұрып атқан үйдің жанында клуб бар екен, ішінде йог бар екен дейді. Йога деген упражнение ше ненеске. Бүйтіп отырады, аяғын бүйтіп қойып, біраз айтады жаңағы. Соның бәрін жазып апты мынау кісі. Упражнение 25 упражнение бар екен ода. Сол бір палажан бүйтіп отырып қояды да айтатын сөз бар. Одан кейін бүйтіп қойып айтады, соны мен білмеймін, айтып жатқан маған. Бәрін методичкаларын алып апты ол кісі. Сөйтіп жаңағы жердегі соны бәленбай күн істесең, ұшасың дейді. Сосын сіз ұштыңыз ба дедім, ұштым деді. Шын? Аха, ұштым дейді. Қанша ұштыңыз деді? 40-50 сантиметр көтердім дейді. Сол жердегі адамдар 70 сантиметр көтергендер болып дейді. Сол йог деген упражнение жасағандар көтеріледі. Ол бұлардың көтерілген ештеңе емес. Сен көтерілгеніне таңмайтын, сіздің ол істеген ісіңізге дедім. Ол кісі мен сұрақ, сол Сабат Ладизіне жауап беріп қойған. Сіз көтеріліпсіз дедім. Ауылдан ауылға ұшатындар бар дедім. Шариғат соған да қарама дейді. Сіз 45 сантиметр, 50 сантиметр көтерілдің дейді. Қаншама аптадан кейін, енді көздерін жұмында да бейтіңдер деген кезде дейді, мен сөйтіп едім дейді, 50 сантиметр көзімді ашсам, жерден көтеріліп тұрмын дейді. Оны маған, сіздерге өтірік, маған шын істеген адам айтып отыр. Істеген адам айтып отыр. Мен өзім 50 сантиметр көтердім дедім. Сол нәрсеге не қылмаңыз дедім, махаббат қойып, ықылас қоймаңыз дедім, діннен шығып кетесіз дедім. Ол йог, оның барлығы жын шайтан. Адамды азғыру үшін шариғаттан шығарып, сондай нәрсені істейді. Истидраж ол. Міне жауап. Истидраж ол. Мұсылманды мұсылмандықтан шығару үшін көрсетіп жатқан нәрсе. Ол йог, біздің емес, индустердің жаңағы упражнениялары ғой ол. Ақидасы дұрыс емес адам, діни негізі жоқ адам соған кіріп кетеді болды. Құдай сақтасын, сонымен ақырет күйіп кетеді. Сенсіздер ме? Ақырет күйіп кетеді. Сол үшін шариғатсыз бір кісі, шариғатсыз кіші көрсетсе, жоқ, шариғатсыз кіші ұшса хауаға, шариғатсыз адам ауаға ұшатын болса, көңіл берме оныңдай хұтнамаға. Ондай нәрсеге сен жаман іске көңіліңді де берме. Таңғалмай ақ та қой, мән де берме. Шын отыра бер болды, болды өтпей. Ауылдан ауаға ұшқандарға, бір ауылдан бір ауылға ұшқанға мән берме деп жатыр шариғат. Оны біздің ислам ғалымдары сол заманда көріп айтып болған. Олардың Индияда ұшатын жай йогтар ғой. Соны Астанаға әкеп клуб ашып сөйді үйрет, әлі де бар. Сөйтсе олар жаңағы жердегі соған қол жеткізеді екен жаңағы, көтеріледі екен. Одан да күшейтсем ұшатын да шығар мүмкін солай сияқты. Бірақ оны нәрсеге шариғаттағыда соған біз не деп айтамыз? Истидраж дейміз. Құдай тағала, Құдай сақтасын, ол нәрсені одан адамға береді. Өйткені ол соған ынталанып, соған ұмтылып тұрды. Құдай сақтасын, ақыретте дозақта азабын соған күшейтеді. Фирғауын сияқты. Оны үйтіп көтерілгенше, оны жерден көтерілмей жүрген жақсы. Шын ғой, сөйтіп иманменен өткен жақсы. Үйтіп көтеріліп таңғалғанша. Түсінесіздер ме? Оны истидраж дейді. Шариғатсыз кіші көрсетсе отыны хауа ортасында мінсе бұлтты. Шариғатсыз адам
бүйтіп от көрсетсе, немесе шариғатсыз адам ауадағы бұлтқа мініп алса. Жоқ, қазір ютубта неше түрлі бәле түсіп жатыр. Самолетте ұшып жатқандар, адамдардың жүріп жатқандарын видеоға түсіріп қалғандар бар ғой сондай. Судың бетімен жүріп кетіп жатқандар бар. Сол адамға қаралады, егер сол шариғатсыз адам ба, бітті ол, истидра жоқ. ютубқа кірсеңіздер қазір бәлем бәрі бар. Мысалға соған енді біздер ислам ғалымдар жауап беру керек қой. Көріңіздерші, тола видео түсіріп алғандар, судың бетімен кетіп барады. Сенсіз ба? Судың бетімен кетіп барады адам. Енді ол не ол? Истидра жоқ. Егер ана адам шариғатсыз болса, ислам дінінің адам болмаса, ол истидрач. Өйткені былайша айтқан кезде определенный бір упражнениялары бар. Определенный бір машық дейді ғой жаңағы. Машықтар бар, упражнениялар. Соны жасаса, сол тәжірибемен қол жеткізді, соны жасаса, сол нәрсеге қол жеткізді. Соны ана адам шынның тасымен соны істеймін, жетем деп істейді де, Құдай оған соны береді, бірақ ақырет күйдеді. Сенсіз ба? Тозақта азабын күшейтеді. Сондай нәрсе ол. Кереметтің өзінде де жаңағы кімдер? Әулиелер, шын шариға әулиелер. Ондай бір таң алдыратындай, мақтанатындай нәрсесі көрсетпейді олар. Сенсіз ба? Оны адамдарды әлсіз қылу үшін көрсетеді, аужыз қылу үшін. Мысалға, енді мен естігенді айтып отырмын. Бір имам Шафиидің да бір кереметі осы тәзкиратул әулие мекен кеп қалған. Мұны оның керемет десе болады. Имам Шафии бір ғайри дін адам, діннің адамы, о да иудей ма, христиан ба, білмеймін. Сол жаңағы жердегі тартысқа шақырады. Сен ислам ғалымысың, біз өзіміздің дін ғалымыз, елдің көзінше тартысайық. Кім жеңеді? Егер мен жеңсем, мен сен дінін қабылдаймын, сен жеңсең, сен мен дінін қабылдайсың. Бірақ көпшіліктің көзінше мен мұсылмандарды шақырсам, мен өзімді шақырам, сен мұсылмандарды шақыр, бір жерге жиналайық та тартысайық. Ілім таластырамыз. Мақұл дейді. Сөйтеді жаңағы жердегі бәленше уақытта, бәленше жерде кездесеміз деп соны айтады. Өзен жағасында, кең өзен жағасында кездеседі. Соған қанша уақытта? Мысалға сағат 5-нен кейін сағат 3-те дейік мысалға деген сияқты. Соған жаңағы жердегі бәрі жиналады, аналаяқтың адамдары жиналады, біздің мұсылмандар жиналады. Сөйтіп күтеді, сағат 3 болды. Жаңағылар кеп болған, имам Шафии жоқ. 3-тен 10 кетті, жоқ. 3:30 болды, жоқ. Соған айтады, анау сендердің ғалымдарың қорқытты. Құтылатын болғаннан кейін кемей құтылайын дейді анау. Көрдіңдер ме деп мазақ қылып күле бастайды. Сонда 4-ке таяқ болады, әлі жоқ. Мысалға да, мен мысал айтып жатырмын мысалға. Бір уақытта да дейді, бұл тараймын кемейді деген кезде, бәрін келеді деп. Қарасы имам Шафии келеді дейді. Келе жатса қолында жайнамазы бар, қолтығына қысып алады. Бір шауларменен кешіп қалған, ұзап кетіппін, кегемінші осында уақып қалып, айып етпеңіздер көпшілік. 2 рәкат намаз оқылайын қазір депті да. Кеген бетте өзеннің үстіменен жүріп барып, өзеннің ортасына жайнамазын жай жіберіп, 2 рәкат намаз оқығанда судың ортасына, ал енді кеңді тартысамыз деп, судың ортасына отырып шақырды. Керемет. Не үшін? Алланың дінінің хақ екендігін көрсету үшін көрсетіліп жатыр. Алланың діні хақ екендігін, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жүрген шариғатымен жүргеннің хақ екендігін көрсету үшін. Мақсаты не болып жатыр? Жаңағыдай ұшқандығыны бір ұшып таңғалдыру, өзін не қылу, жаңағы дәрежесін көтеру, ондай нәрсе болып жатқан жоқ. Әдейі сол келшекке сондай нәрсе істейді. Бұлардың барлығы сохулу карамат, керемет иелері. Мүжтахид адамдар имам Ағзамнан да сондай керемет көрінген, имам Шафиден де сондай керемет көрінген. Сол Тәзкиратул әулия деген кітапта сол нәрселер айтылып, не үшін? Сол нәрселер болып өткен шариғатта. Ол кісілер сондай пәк болған, Алла Тағала сондай керемет берген. Осы заманда егер біздер